Белге қаған таққа шыққан соң інісі Күлтегінді бүкіл әскеріне қолбас жетіп, қағанатта қарт вәзір Тұңғиықұқты өзіне ақылшы етті. 720 жылы Таң империясының жазалаушы әскерін тас-талқан етіп жеңіп, қағанатты қайтадан құдіреттендірді. Тұңғиық түріктердің Таң империясын жеңе алмайтынын ақылға салды. Сонымен Білге қаған үлкен жеңістен кейін Таң елімен келісім жасасуды ұйғарды. 727 жылы Тибеттер Білгеге елші жіберіп, Таң империясын екі жақтан соққылауға үгіттеді. Білге қаған бұл ұсыныстан бас тартты және бұл хабарды тізгін ұшымен Таң еліне хабарлады. Бұл әрекетіне Таң Шуанзұң патша риза болды. Сөйтіп екі ел біртіндеп берекеге келе бастады. Екі ел арасында сауда қатынастары қалпына келді. 731 жылы үлкен ұрыстар салып, мемлекетті қайтадан құдіреттендіріп келе жатқан Күлтегін қайтыс болған кезде Таң императоры арнайы елші және өкіл жіберіп, жоқтау айтып, өз қолымен жазған Күлтегін қазасына қайғыру сөздерін және оның еңбегін жоғары бағалаған әдемі сөздерден өрнек тапқан ескерткіш хат бірге жіберіп, тасқа жазу жазатын шеберлерін қоса жіберді. Күлтегін тасының арт жағында қытайша мәтін осы патшаның өз қолымен жазып жолдаған ескерткіші еді. Оның мағынасы Күлтегіннің ағасы Білгенің жазғанына ұқсамайды. Білгенің жазғаны ғой бүгінгі әдебиеттерде жүрген сөз болса, ал енді патшаның ол мәтінінде түріктердің табғаштарға көрші отырып жақсы байланыста болғанын, Күлтегіннің асылзада тұқымы болғандығы үшін жеңісті жорықтар ұйымдастырып, қағанатты құдіретті еткендігін, жастай өліп кетпегенде мұнанда үлкен істер тындыратынын, оны қадірлеп құрметтейтінін, бұл сүйіспеншілік мыңдаған жылдар сақталу үшін тасқа қашап жаздыратынын айтқан сөздері. Және осы сөздерден кейін 3 шумақ өлең жолдары бар. Аяқ жағына ұлы Таң әулеті Кейуан жыл атауының 20 жылы желтоқсанның 1 күнінен 7 күніне дейін ойылып болғаны жазылған. Бұл Кейуанның жыл атауының 20 жылы дегені бүгінгі календар бойынша 733 жыл. 734 жылы Білге қағанды вәзірі Мелік Чор улап өлтірді. Білге уланғанын білген заматта Мелік Чорды өлтіріп үлгерді. Білгенің орнына баласы Ерен қаған отырды. Ерен қаған өлген соң інісі Теңіри қаған таққа отырды. Ол әкесінің інісімен бірге әскердің оң-сол екі чатын бөлісіп басқаратын. Бүкіл әскер билігін өз қолына ұстау үшін бір күні Теңіри қаған шешесімен бірігіп оң қол чат Пәнді өлтіріп жіберді. 741 жыл сол қол чат Пән Күлтегін әскер бастап келіп Теңіри қағанды өлтірді де Білге қағанның ұлын таққа отырғызды. Ол ұлын Құт-Япқы өлтіріп тастатты, одан кейінгі інісін таққа қойды. Содан кейін ел тыныштала бере Әлгүлді да өлтірген Құт-Япқы өзін қаған деп жариялап таққа өзі отырды. Шығыс түріктері бүкілді күйреу кезеңіне кірді. Мұның өзі бір талай ұзақ әңгіме. Таң империясы бұлардың ішкі бөлігі қызып жатқан кезде әскерін түрік шекарасына таятып әкеп қойды да қызыққа қарап отырды. Басмыл ұйғыр қарлықтарды бірігіп көтеріліс жасауға үгіттеді. Ашина Құт-Япқы 742 жыл күздің басында осы үш тайпаның біріккен әскерінің қолынан қаза тапты. Бірақ басмыл көсемі өзін елтеріс қаған деп жариялап, түрік қағанның тағын отырып, ұйғыр қарлық көсемдері оң
sol yapgı boldu. Türk taypası jinalıp külteginin ulu ozmuştu kagan eti. Tanışanzın ozmuştu bağınıға ündedi. Ozmuş oğan könbedi. Endi bol çegerada turgan dayın askerin kirgizip basmıl Uygur karlık taypalarымен birleşip Türklerge karşı soğuş açtı. Ozmuş jеңildi. 744 жылы күздің басында Озмышты басмыл тайпасы өлтіреді. Таққа Озмыштың інісі Бәймен қаған отырады. Осы кезде Uygur қарлықтар бірігіп басмылдың елтеріс қағанын өлтіреді. Мына жақтан Таң империясы түріктерге тағы соғыс ашады. 745 жылдың басында Uyгурдың Хуайрын қағаны түріктің Бәймен қағанын жеңіп өлтіреді де басын Таң патшасына апарып береді. Сөйтіп соңғы түрк қағандығы жойылды да, ашына тайпасы ендігері таққа шығалмастай болып, бүкілдей тоз-тоз шықты. Тарихта түріктер бір орынға отырмайды, әскері сап түзеп жүрмейді, жылқы мен қойды азық етеді деген сөздер дұрыстап түсінген адам үшін олардың чапчан қозғалатынын, сап түзе береттеліп жатпайтынын, ел четіне жау кірсе алдымен атқа қонған алдымен соғысқа кіре беретінін жазса керек. Немесе алдымен сапқа кіре беретінін аңғарса керек. Бұған Тұңйықовтың сөздері де дәлел болады. Ол былай деген: біз таң тапқаштардың 100-ден бірінде ғанамыз. Сол үшін біз жүре соғысып өзіміздің артықшылығымызбен өзімізді сақтап отырамыз. Міне сөйтіп бір дәуірдің қасқырлары осылай ұлы даланы осылай билеп төстеді, және ұлы даладағы неше жүздеген тайпаға, неше миллиондаған халыққа түріктер деген өз атын беріп кетті. Түрік тайпасы 10-шы ғасырдың соңындағы 11-ші ғасырдың ортасындағы Ляо империясының деректерінде кезігеді. Онда Ляо патшасының бәленші жылы түріктер Ляо хандығына сыйлық алып келді деген сөздер бар. Кейіннен 11-12 ғасырға кірген кезде әйтеуір олардың түрік деген тайпаның аты тарихи кітаптардан кезікпейтін болды. Бәлкім олар өздерінің атын толығымен өзгертуге шешім қабылдап жіберсе керек.